Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен кешкі асқа дәл осындай тойымды кәрістердің пянсе пигуди тағамын және осы тағаммен керемет үйлесетін кәрістердің сәбіз салатын бірге дайындайтын боламыз. Рецептің толық құрамын, мөлшерін, грамын барлығын описание бөлімінде қалдырдым. Видеоның атауының үстін бассаңыздар, описание бөлімі ашылады. Видеоны өткізбей соңына дейін көріңіздер. Ал ендеше біз бастаймыз. Електен өткізіп алған ұнның үстіне бір қасық тұз және ашытқымызды салып, үстінен жылы суды жаймен араластыра отырып құямыз. Дәл осылай егін қандырып, жұмсақ қамыр илеп шығамыз. 1,5 сағаттай көлемінде қамырдың бетін жауып ашытуға жылы жерге қоямыз. Әрмен қарай салмасына өтейік. Капустаны майдалап турап, оның қасына пиязды турап қосып, қызып тұрған майға алдымен фаршты құйрық майдан кішкене ғана қосып, барлығын бірге капуста, пиязды қосып, жақсылап қуырып алдым. Дайын болған салмаға дәмдеуіштерден қара бұрыш, тұз, кориандр қосып, бір-бірімен жақсылап тағы да араластырып дайындап қойдым. Салмамыз суығанша сәбіз салатты бірге дайындайық. Сәбізді ашып, жуып тазалап, терканың көмегімен ұзынша етіп өткізіп, үстіне бір қасық тұз, қант және бір пияз көлемінде майға қуырып, пиязды кориандр, приправа, қара бұрыш, 6% уксустан 2 қасық көлемінде қосып алдым. Тағы да бір-бірімен жақсылап араластырып, холодильникке дәмдеуіштері жақсы сіңу үшін жарты сағатқа қойдым. Осы тұста қамырым ашып дайын болған екен, дәл осылай ыңғайлап тестаны кесуге дайындап алдым. Таразының көмегімен 60 грамдай етіп кесіп алдым. Сіздерде таразы болмаса міндетті емес, көз мөлшерінде кессеңіздер де болады. Ең бастысы барлығын біркелкі етіп алыңыздар. Жаймас бұрын дәл осылай дайындап алдым. Бұлай жасамасаңыздар да болады, осылай жасасаңыздар, бірақ домалақ әдемі болып шығады қамырларыңыз. Оқтаудың көмегімен қамырды жаймен салмақ баспай осылай біркелкі етіп қамырды жайып алдым. Тестаға салманы салып, осылай түйе бастадым. Мұқият қарап алыңыздар. Мантаварканың листерін майлап 30-35 минутқа қайнап тұрған судың буына пісіріп алдым. Енді есі керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Дайын болған сәбіз салатты қосып осылай сәндедім. Ал бізге ас болсын. Каналға жазылуды, қоңыраушаның үстін басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан, аман сау болыңыздар.